Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын дәмді жұмсақ булочкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Үстінен бөлме температурасында тұрған немесе ерітілген сары майымызды, қантымызды және де жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Және де мен осы жерде тұз салуды ұмытып кеткен екенмін. Бір шай қасық тұз қосып, тұзға ергенше жақсылап араластырып аламыз да, үстінен ашытқымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен електен өткізілген ұнымызды шетінен сала отыра қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ қамыр болуы тиіс. Мен бастапқыда осындай венчиктің көмегімен кішкене араластырып алдым. Кейін венчикті алып тастап, ұнымызды салып, қолмен қамыр илейміз. Ұнды шетінен сала отыра илеген дұрыс, себебі әр ұнның тығыздығы әр қалай болады. Сондықтан 550-600 грамм аралығында ұн кетеді. Менде 600 грамм ұн кетті. Мен бастапқыда 550 грамм салған болатын, кейіннен тағы да 50 граммдай салдым. Міне осылай, енді тағы да осылай қолымызбен илейтін боламыз. Қамырды жақсылап қолмен басып жақсылап илейміз. Қатты бұлжырап қалған емес, кішкене қолға жабысатындай қамыр болады. Содан кейін үстінен 1-2 ас қасықтай сұйық майымызды құйып илеп жібереміз. Сол кезде қолға біз қазір булочкаларды жайған кезде қолға жабыспайтын қамыр болады. Енді осының үстіне бетін жауып, көтерілгенше бөлме температурасында қойып қоямыз. Міне осылай әп-әдемі көтеріліп шығады. Осы қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Ешқандай да ұнның қажеті жоқ. Қолымызды кішкене егер жабысып жатса, майлап жіберуге болады. Міне осылайша қамырымызды домалақ етіп жайып аламыз. Қамырдың қалыңдығы 1 сантиметрдей болуы керек. Осысы жайып алдық. Енді осыны қамырымызды 4 бөлікке, кейін әр қамырды 3 бөлікке осылай бөліп шығамыз. Орталарына қалауларыңыз бойынша варенка немесе Қазақстан шоколадын салуға болады. Енді түйген кезде шет-шетін және ортасын жақсылап қыстырып аламыз, себебі ыстыққа түскен кезде біздің варенкамыз кішкене еріп сыртқа шығып кетуі мүмкін. Сондықтан түйген кезде 2 шетін жақсылап жапсырып аласыздар. Және де сапалы варенка қолданыңыздар. Мендегі любавинка деп аталатын варенка Дептікі немесе Тіржеланияның варенкаларында қолдануға болады. Барлығын осылай түйіп шыққаннан кейін пергамент қағаз төселген противеніміздің үстіне жайғастырып шығамыз. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып отырсаңыздар болады. Міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Барлығын противенімізге орналастырып алғаннан кейін жұмыртқаның сарысына сәл сүт немесе су құйып, осылай әдемілеп барлық шетіне тигізіп жағып шығамыз. Және де 180 градус қызып тұрған пеште қызарғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Міне осымен біздің булочкаларымыз осылай пісіп шығады. Өте жұмсақ, дәмді әрі тез жасалады. Дастарханға қойғанға өте ыңғайлы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота. Назарларыңызға рахмет.